Бала мүлде ауырмау керек деп ойлайды ата-ана. Ал шынында баланың ауруы маңызды. Бастысы жеңіл дәрежеде. Сәлем, мен есімім доктор Данушебек. Мен бірінші дәрежелі невролог әрі педиатрмын. 15 жылдық жұмыс өтілі барысында 60-нан артық бүлдіршіндерге көмек көрсетіп келемін. Дәл осы видеода мен сіздерге неге баланың жеңіл дәрежеде ауруы маңызды екендігін айтқым келеді. Бізде педиатрияда иммунитет импринтингі деген термин бар. Яғни 95-97% балалар жеңіл дәрежеде, яғни қауіпсіз вируспен ауырады. 3-5% аса қауіпті инфекциялармен кездеседі. Дәл осы 95-97% кездесетін вирустардың мақсаты бала денесінде әскерлерді жасап дайындау. Яғни баланың денесінде 5-7 күн ішінде иммунитет жады қалыптасады, память. Екінші, сол вирус түскен кезде ол қауіпсіз болып табылады. Дәл сол 5-7 күнде әскерлердің түзілуіне аналардың шыдамы жетпей, көп артық дәрі беріп жатып баланы улап жатады. Дәл осы себептен қай кезде балаға тез арада дәрігердің көмегі керек, қай кезде ана үй жағдайында өзі көмектесе алады. Дәл сол шекараны ажырату мақсатында мен «Балақай миллион сағат өмір сүр» атты авторлық кітабымды жазып шықтым. Бұл кітап Қазақстанда тұңғыш рет қазақ тілінде балалар денсаулығы туралы жазылған алғашқы кітап. Дәл осы кітаптың ішінде біз мынандай стратегияны қолдандық. Кез келген ауруды қандай әрекет жасау керек, нені жасамау керек, және қай кезде дәрігерге жүгіру керек қызыл флажоктар туралы жаздық. Оның қасына мынандай сыйлыққа ана күнделігі жүреді. Дәл осы ана күнделігінде күнделікті баланың бақылауларын түртіп отыру арқылы ана қауіпті белгіні өткізіп алмайды. Мысалы, балалар 3-4 айдан бастап еңбектейді, аунайды, көбінесе диваннан құлап, аналар паника ұстап жатады. Баспен құлаған баланы жүгіріп барып МРТ түсіріп, КТ түсіріп жатады. Бірақ бұл артық облучение. Дәл осы себептен красный флажокты білетін ана өзінің отбасылық финанстық шығынын болдырмайды және балаға артық облучение болмайды. Мысалы, баспен құлаудағы қандай қызыл флажоктар бар? Баспен құлаған бала егер шамадан тыс ұйқышыл болып кетсе, құсу пайда болса, судорог тырысу болса, естен тану болса, жарақат алғаннан кейінгі 10 тәулік ішінде дене қызуы көтерілсе, аяқ қол қимыл қозғалысы, көз қимыл қозғалысы өзгерсе, дереу нейрохирургқа бару керек дегенді білдіреді. Бұл қызыл белгілер болмаса, ана үй жағдайында баланы бақылауға ала алады. Бір қуантарлығы, дәл осындай жағдайлар өте сирек кездеседі. Көбінесе жарақатты балалар жеңіл дәрежеде өткізеді.